Мына бағдарламамыздың негізгі идеясының бірі сол жақсылық арқылы тәрбиелеу, жақсы нәрсені көрсету арқылы, жақсы нәрсені естірту арқылы, жақсы нәрсені білдірту арқылы. Мысалы, мен сіздерде жиі қолданып жүрген жоқпын. Бұрын топтарында жиі қолданатын, анау бірден келгенде тақтаға бір әдемі көріністі қою. Гүл болсын, табиғат болсын, әдемі қала болсын. Себебі ана визуалды деген өздеріңіз онсыздан нұсқаулықтан оқып жатсыздар, адамға қаншалықты әсер етер екен. Екіншіден, жалпы адамның адам болып қалыптасуына оның ата-анасының тәрбиесі, мектеп қана емес, осы қай жерде жүр ол. Оның қандай заттар қоршап тұр. Сол заттардың өзі бізге әсер етер екен. Көзіміз нені көріп жүр күн сайын. Яғни балаларға мүмкіндігінше жақсы нәрсені, әдемі нәрсені көрсетуге тырысыңыздар. Ол өз балаңыз болсын, мектептегі оқушыларыңыз болсын. Сондықтан да жалпы жаңағы визуалды дегеннен шығып жатыр Айнұрдың тәжірибесінен. Айнұр бір жақсы нәрсені айтып кетті, енді содан арғарата ой туып дамып жатыр. Яғни мынау тәжірибемен бөлісудің, топтық таныстырылымның жақсылығы не? Жақсылығын көріп жатырсыздар ма? Үндемей отырып, әрқайсыңыз мен жасымнан бүйттім, сөйттім деп отырып, ноутбукта жазып отырған жақсы ма? Мынандай бөлісіп, көріп, жаңа идея алып, үйреніп бір-біріңізден. Топтық таныстырылым туралы есеп осы. Мақсаты, нәтижесі, содан кейін жалпы оймен бөлісу керек. Досыңызбен бөлісесіз бе, мектепте бір мұғаліммен, 3 мұғаліммен бөлісесіз бе, 5 мұғаліммен бөлісесіз бе, әйтеуір сіздің ертеңгі мұғалімдік тәжірибеңізде, ол 3 айлық курс бітірген мұғалім болсын, бітірмеген мұғалім болсын, пікір алмасы болып тұру керек. Совет одағы кезіндегі дәстүрлі білім беру жүйесінде жазалау, көпшілік алдына шығарып ұялту шаралары жиі қолданылатын. Жағымсыз қылық жасаған, сабақ оқымай келген, дәптерін, қаламын немесе кітабын үйде ұмытып кеткен оқушыны теріс қаратып бұрышқа тұрғызып қою ол кезде қалыпты жағдай болып есептелетін. Нашар оқитын балалардың екіліктің үстінде отырған суретін салып аты жөнін жазып қою, сабақтан кешіккен балалардың суретін қабырға газетіне салып іліп қою сияқты тәрбиелеу әдістері болатын. Ондай тәрбиелік әдістер қазір қолданылмағаны да дұрыс. Бірақ ара гідік кездесіп қалатыны да бар. Мәселен, өткен оқу жылында университетте жұмыс істейтін бір әріптесім сабақтан кешіккен студентті тұрғызып қойдым. Басқалары сабақты отырып жазса, ол түрегеп тұрып жазды деп отыр. Бірақ қазіргі заманғы педагогикалық технология ондай әдістерді құптамайды. Зерттеулер нәтижесі ондай әдістердің адам психикасына кері әсер ететінін көрсетіп отыр. Қазіргі өркениетті елдердің білім беру жүйесі гуманистік психология негіздеріне сүйенеді. Гуманистік психология өкілдері Абрахам Маслоу, Карл Роджерс, Гордон Олпорт идеялары мен мамандар пікіріне сүйенсек, жазалау, масқаралау әдістері арқылы тәрбиелеу керісінше агрессияны көбейтіп, баланың әлеуметтенуіне кедергі келтіреді. Болашақта психологиялық проблемалардың туындауына әкеледі. Гуманизм адамның адами қасиеттерін дәріптейтін идея. Гуманизм идеясы оқушыға да, студентке де құрметпен қарау керек, ар намысына тимеу керек деген принциптер ұстанады. Білім алушыларды, тәрбиеленушілерді төмен, өзін жоғары позицияда ұстауды құптамайды. Гуманизм адамды адам деп құрметтеу туралы, адамды адам етіп қалыптастыру туралы ұстаным. Гуманизм адамның адамдық мәнінің сипаты. Егер балаға жас кезінде дұрыс қарым-қатынас болмаса, ол оны дұрыс деп ойлап, басқаларға да сондай әрекет жасайды. Сондықтан баламен қатынас барынша ашық болып, көмекке, жанашырлыққа, мейірімге, түсіністікке негізделгені дұрыс. Баланың өсіп жатқан ортасы баланың қалыптасуына өз әсерін тигізеді. Ол ортаға кімдерді жатқызамыз? Олар ең бірінші ата-анасы, одан кейін бауырлары, достары, көршілері, туыстары, таныстары, тағы басқалары. Мүмкіндігінше сол ортаның жақсылыққа бейімделген, білім, ғылымға, өнерге, басқа да құндылықтарға құрметпен қарайтын, агрессия аз орта болуына назар аударылу керек. Сондай-ақ визуалды ортаның адам психикасына әсері дәлелдеуді қажет етпейді. Адам ақпараттың 80%-ын көру арқылы қабылдайды. Сондықтан бала жаман іс-әрекеттер емес, үлгі болатын жақсы іс-әрекеттер көріп өсуі керек.
Қазіргі бала тәрбиесінде гуманистік принцип бірінші орынға қойылғаны дұрыс. Ол үшін педагог мамандарды да гуманистік қарым-қатынас жасалатын ортада гуманистік принциптер негізінде дайындау керек. Педагог мамандардың да, ата-аналардың да баламен қарым-қатынасы мейірімге негізделіп, тәрбиеде гуманистік сипаттың болуына назар аударылуы тиіс. Назарларыңызға көп рахмет. Материал ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Каналға жазылуды да ұмытпаңыздар. Арнада осы сияқты материалдар болашақта тағы да болады. Мәселен, гуманистік психология идеясы өкілдері туралы басқа да материалдар дайындалады. YouTube арнасында тағы да кездесейік. Аман болыңыздар.